Жастарға арнау, егер бір ауыз сөз айтар мүмкіндік берілсе. Егер жастарға қысқаша ғана ақыл айту мүмкіндігім болса, жүрегімнен шыққан мына кеңестерді берер едім. Біріншіден, және ең маңыздысы, уақытыңды дұрыс пайдалана біл. Өйткені уақытын игере алмаған адам өмірінде игере алмайды. Бүгінгі ләззат пен қызықтың соңында жүгіру, бейне бір еңіске қарай зымырағанмен тең. Жеңіл, ыңғайлы, бірақ ертең дөң асу қиынға соғады. Сол жеңілдіктің ертеңі жылдар бойғы қиын сынақ болуы мүмкін. Ұмытпа мұны. Екіншіден, уақытыңды қорға. Әсіресе әлеуметтік желіден. Әлеуметтік желі адамның алтын уақытын үнсіз жоятын ең үлкен ұры. Онда көбіне мән жоқ, пайда жоқ. Күніне 15-20 минуттан артық оған өміріңді берме. Себебі уақыт сенің ең құнды капиталың. Оны ысырап етпе. Үшіншіден, кейін тағдырға өкпелеп, өмірге кінә артпа. Кінәлау мен сылтау адамды ешқашан алға сүйремейді. Бұл дүниеде шағым айтып жүріп табысқа жеткен бірде-бір жан жоқ. Шынайы мықтылар қиындықпен күрескендер. Олар шағым айтпайды, шешім іздейді. Бұл жолда тәртіп сенің басты серігің. Тәртіп дегеніміз қаламасаң да қажет нәрсені бұлжытпай орындау. Жоспар құр. Жоспарыңа адал бол. Өзіңе берілген уәде ең қасиетті уәде. Төртіншіден, адам ортамен өседі. Сенің табысың көбіне адамдармен қарым-қатынасыңа байланысты. Сол үшін өз-өзіңді дамыт. Қарым-қатынас мәдениетін үйрен. Кітап оқы, курстарға, семинарларға бар. Адаммен дұрыс сөйлесе білу, бұл да шеберлік, бұл да өнер. Бесіншіден, жеңілістерден қорықпа. Себебі, сәтсіздік өмірдің ең әділ, ең сабырлы ұстазы. Құлағаның емес, одан не үйренгенің маңызды. Жеңілісті өкінішке емес, тәжірибеге айналдыр. Алтыншы, достарыңа қара. Сенің сөзің, ойың, түсінігің, тіпті әзіл-қалжыңың қасыңдағы 5 досыңның орташа деңгейінен аспайды. Сол үшін, арманы бар, биікке ұмтылған адамдармен дос бол. Сені кері тартатын, жалқаулыққа үйрететін ортамен араңды үз. Себебі сенің өміріңнің бағытын сен таңдаған адамдар айқындайды. Дос таңдауда тек жүрекпен емес, ақылмен де таңда. Өзіңді құр, дамыт, тәртіпті бол, сонда тағдыр өзіңе бас иеді.